Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай тәтті, дәмді чебуреки пісіретін боламыз. Өте оңай, дәмді болады. Бір стакан ыстық суымызға 1 шай қасық тұз саламыз, жақсылап араластырып, одан кейін 3 ас қасық майымызды саламыз, оны да жақсы араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызға осы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ иленеді. Жақсылап илейміз. Енді салафан қалтамызға 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін бөлшектерге бөліп, осылай кішігірім жаямыз. Салмасына мен фарш және пияз салдым. Қалауларыңызша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Тұз, фарш, пияз және қарабұрыш салдым мен. Осылай жандарын жақсылап жабыстырамыз, ашылып кетпеуі керек. Қызып тұрған майымызға осы дайын болған чебурекиларымызды саламыз. Екі бетін қызарту арқылы пісіріп аламыз. Орташа отта алауда болғаны дұрыс. Беті қызарды, екінші бетіне аударамыз. Қызарды. Енді аламыз. Өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып шығады. Ас болсын, көргендеріңізге рахмет.